Қайырлы күн достар, сәлем баршаңызға. Менің арнама тіркеліп, маған қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Видеоны аяғына дейін тамашалаңыздар. Мен сіздерге бүгін таңғы асқа керемет ажурный болып шығатын блинчиктің түрін зебра түрінде ұсынамын. Мен балаларыма ванильный сироппен бердім. Сіздерде қаймақ болса, варенье болса, бал болса, өте керемет үйлесіп кетеді. Алдымен барлық керек жарақтың бәрін описание бөліміне жазып кеттім. Менімен кеттік, бірге жасаймыз. 2 жұмыртқамызды аламыз, шекерімізді салып, тәтті қылмаймыз, қатты жақсылап араластырып қозғап аламыз. Осылай қозғап алған соң бөлме температурасында сүтті алып құямыз. Сүтімізді құйып, тағы да жақсылап араластырып, алдын ала илегіштен өткізілген ұнымызды бір бөлігін саламыз, жақсылап қозғаймыз. Комок болмасын, жақсылап қозғап, міне осылай қозғап болған соң, тағы да екінші бөлігін саламыз ұнымыздың, жақсылап қозғаймыз. Осындай сіздерде салма шығу керек, міне осылай. Үстінен сұйық майымызды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Міне осылай қою болады. Осылай жақсылап араластырып, қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Сосын жақсылап бабымен араластырамыз. Өте оңай, жеңіл. Қараңыздар, міне осылай араластырып, жақсылап араластырып болған кейін бір қалыпта араласқаннан соң бұл блинчиктің құймасын екіге бөлеміз. Өйткені зебра болып шығу үшін какао ұнтағын қолданамыз. Міне осылай 2 бөлікке бөліп, бір бөлігін алып қоямыз. Ақ блинчик құймасын көбірек алып қалыңыздар, ал какао қосатын ұнтағымыз қосатын блинчик қосындысын азырақ алыңыздар. Міне 2 ас қасық какао қосындағыны осылай жақсылап араластырам. Кондитерский одноразовый мешокта, пакетикте осылай құямын. Жақсылап құйып болған соң, міне қараңыздар, осылай аузын буып, ұшын кішкене ғана кесесіздер, қайшынмен. Кішкене, мүлдем кішкене, міне осындай болу керек. Қызып тұрған тапада май жақпаймын, ал сіздер жақсаңыздар да болады. Осылай бірінші қара зебра болып шығу үшін шоколадты какао ұнтағымен араласқан салмамызды құямыз дағыны. Ол пісті деген кезде үстінен ақ начинкамызды құямыз. Осылай, міне қараңыздар, беті тесік, ажурный болып, майда-майда тесіктер пайда болады. Міне тағы да жасап көрсетіп отырмын. Сіздерге ыңғайлы болу үшін осылай құйып болғаннан кейін ожаумен, үстін былайынан ожаумен жай ғана айналдырып шықсаңыздар, өз бабына келеді. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте ерекше, көздің жауын алатындай, дастарханда бірде көзге түсетін дәмді блинчиктің түрі. Жанына қаймақ, варенье, бал, ванильный сироп қоссаңыздар болады. Қыздар, баршаңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады.